Сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгін осындай дәмді етті пирог дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарауыңызды өтінемін. Маңызды сәттерді жіберіп алмаңыз. Ең бірінші қамырын дайындаймыз. Ол үшін қаймақ, жұмыртқа, үй температурасында тұрған сары майымызды салып, үшеуін араластырамыз. Ұн және тұз бен қопсытқышымызды саламыз. Тұзды алдын ала салсаңыздар болады. Барлығын араластырып қамыр жасаймыз. Қамыры қатты болып қалмауы керек. Қатты болған жағдайда пирогтың сырты да қатты болады. Міне қамыр дайын, жұмсақ. Енді пленкаға салып қоя тұрамыз. Салмасын дайындаймыз. Ол үшін тартылған ет, пияз, картошка қажет. Пияз бен картошканы барынша майда етіп тураймыз. Достар, менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта тұрақты түрде оңай рецептер шығатын болады. Пияз бен картошканы турап болғаннан кейін тұз бұрышты салып, жақсылап тұзы сіңгенше араластырамыз. Қамырды екіге бөліп, дөңгелек етіп жаямыз. Қалыңдығы қатты қалың, болмаса қатты жұқа емес, орташа болуы керек. Осылай астына пергамент қағазын міндетті түрде қолданамыз. Бірінші қамырды салып, үстінен салмасын салып, жайып шығамыз. Екінші қамырды үстінен қойып, шеттерін біріктіріп шығамыз. Осылай кішкене ортасын кесіп қойсаңыз, арасы да жақсы піседі. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Бетіне күнжіт сеуіп шықтым. Енді қызып тұрған 170 градустағы печкада 30-40 минутта пісіріп аламыз. Пештің қызуы қатты болмауы керек. Қатты болған жағдайда сырты тез пісіп, ортасы піспей қалуы мүмкін. Міне пирогымыз дайын болды. Өте дәмді шықты. Сыртқы қамыры да ұнады. Осы рецептпен дайындап көріңіз. Ас дәмді болсын.